Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге абайсызда кілемге жабысып қалған үтігімді қалай түрлі әдіспен тазалағанымды көрсетемін. Мынау тазалағаннан кейінгі үтіктің түрі. Егер қызық болса, соңына дейін көруді кеңес беремін. Алдымен бірінші әдіс үтіктің ішін тазалауға арналады. Ол үшін жарты литр қайнаған ыстық суға 1,5 ас қасық лимон қышқылын қосамыз. Оны жақсылап араластырып, осы ерітіндіні қазір біз ыңғайлы ыдыс алып үтіктің ішіне құятын боламыз. Менде барлығы бірден сыйған жоқ, сондықтан екіге бөліп құйдым. Ендігі кезекте үтікті барынша ыстық максимальный режимға қоямыз да, одан кейін ішіндегі судың барлығы сыртқа шыққанша ішін тазалайтын боламыз. Яғни парын шашу арқылы. Парын шашқан кезде мына жерде бізде сулар сыртқа шығады. Мына ерітінділер біз жаңа құйған сол арқылы ішін тазалап шығамыз. Менде барлық су бітті ішіндегі үтіктің. О нәтижесін көретін болсақ, міне ішіндегі лас заттардың барлығын шығарған сияқтымыз сыртқа. Ендігі кезекте үтіктің өзін тазалау сыртқы жағын көріп тұрғандарыңыздай, ішін бұлағаннан кейін сыртын бәрі еріп аққан. Енді кезекте бізге керектісі тіс щеткасы. Оған кәдімгі тіс пастасын жағып, үтікті тазалап шығуға тырысамыз. Видеода көрсетілгендей барлық жағына жағып, щеткамен ысқылап шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, тіс пастасымен менде барлығы кеткен жоқ, сондықтан қазір толығымен жуып тастап, басқа әдіске көшемін, келесі әдіске. Мына жерде үтік суығаннан кейін менде мына қабыршықтар, сыртындағы қабықтар өздігімен түсе бастады. Қолмен болсын, щеткамен болсын, қазір соның бәрін қырып тастап, алып тастауға тырысамын. Содан кейін келесі әдіске көшемін. Енді кезекте үшінші әдіс. Бізге керектісі ас содасы, 1 шай қасық және ыстық су керекті мөлшерде құйып алып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін үтікті кішкене қыздырып алып, өшіріп қоямыз. Одан кейін жаңағы содамызбен, суда қосылған сумен үтіктің бетін жақсылап тұрып жуамыз, ысқылап. Енді кезекте 4-ші әдіс, тұзбен тазалайтын боламыз. Керек емес, кез келген орамал немесе майлы қалып, оның үстіне керекті мөлшерде тұзды сеуіп шығамыз. Үтікті қыздырып, қосылу кейде сол тұздың үстінен басатын боламыз. Жақсылап тұрып үйкелеп, арасына қойып қоюға болады. Одан кейінгі нәтижесі видеода көріп тұрғандарыңыздай. Тағы да әдістер болса, жаза кетсеңіздер болады. Сонымен қатар керекті ақпараттар алу үшін керегін ал парақшасына жазылып алыңыздар. Рахмет.